Түсіңде періштелерді көру. Алдымен бір нәрсені айта кетейік. 3 пен 10 жасар ұл бала түсіңе кірсе, бұлар періштеге жорылады. Ал жалпы періштенің түске кіруі сенің иманыңның күшті болуынан немесе әлсіз болуынан, ауырып қалғаннан немесе таза адам болғаннан кіреді. Егер адам түсінде Әзірейіл ғалейхиссалам жан алғыш періштені көрсе, оның өлімге дайын екен белгісі. Яғни ол өлімді өзі қалаған. Есік ашық тұр, шығасың ба? Сен менімен жүр Аллаға деп айтатын болса, немесе жаныңды суырып алып, көк жүзін аралатып келсе, сен оған дайын болғансың, өзің өлімді тілегенсің. Себебі, біріншіден адамға өзі көтере алған сынақты басына береді, екіншіден жан алғыш періште тек пайғамбарлардың жанын рұқсатпен алған. Себебі олардың Аллаға иманы кәміл болғаны түсінікті. Сондықтан бір пенде Әзірейіл ғалейхиссалам кеп тұрса, түсінде оның Аллаға жақын өлімге дайын екен белгісі. Ал енді мәселе кім түсінде Әзірейіл ғалейхиссаламды көріп өлмей қалса, оның ұзақ жасайтынның белгісі. Себебі Дәуіт атты пайғамбарға жан алғыш періште келгенде, ол оны жұдырықпен бір ұрады. Кейін жаратушы Алла оған өгіздің арқасын 2 қолын қойсын, қанша қыл ұстаса сонша ғұмыр беремін дейді. Демек, түсіңде сен өмірді таңдасаң, Алланың саған ұзақ ғұмыр беруі. Және түске көп кіретін періштелердің бірі ол Жәбірейіл ғалейхиссалам. Қысқаша ол періште жайлы айтатын болсақ, Алла мен пайғамбар арасындағы елші, періштелердің құрметтісі. Бұл періштені түсте көрсеңіз, Алланың тағындауы сенде болуы мүмкін, немесе өте зұлымдықтан сақ болуға сигнал болуы мүмкін. Және сіздің пайғамбарларға тән сипат болуы мүмкін, шыншыл, мейірбан деген сияқты. Бұдан өзге періштелерді көру себебіне қарай жорылады. Мұнкар, Накир, сұрақ жауап періштелері мен басқа да періштелерді көрсеңіз, еш астартыз тура мағынасында жорылады. Және кешкентай періштелерді көру бұл сіздің сәбилі болатыныңыздың және ұрпағыңыздың хайырлы болатынының белгісі. Жорыту үшін жекеге жазыңыз.